Гүлге біткен құрағым, жапанға біткен тірегім, құйын күнде керегім. Әлди шырағым, қойдың жаны қалпағым. Жұртқа жаман болса да, өзім сүйген томпағым. Ай бөпем, таудан яп жүр екен. Қандай өтірік болып кетті ғой. Қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Мен бүгін прямой эфирға кіріп, осы именно декретте отырған, өстіп баламен, еще түрлік істеп жүрген, жалпы өзім сияқты келіншектермен прямой эфир жүргізгім келді. Бағана ой келген еді, сонымен қолым енді босады. Босағанда да босап атқан жоқ. Қазір құрт істейін деп жатырмын. Қазір нағыз сәл тынышталса, құрттың заттарын бәрін дайындап қойдым. Менің YouTube каналыма тіркеліп жатсыздар ма? Менің парақшамды қарап жүрсіздер ме? Қандай инсайт алып жүрсіздер? Қандай пайдалы ақпараттар көріп жүрсіздер? Бүгін мен кеше деп айтайыншы, кеше менің жүрегіме қатты бір нәрсе батты. И сол нәрсені сіздерге айтқым келіп тұр да, и прям көзіме жас келді да, ойланып көзіме прям жас келді. Себебі кеше мынандай болды да, бір келіншек кеше күйеуімнің жолдастарының отырысына бардым. Бір келіншек өмір келмейді да отырыстарға, өмір келмей қалады, в общем, сондай болып қалады. Енді әлдей бар да, жақында босанды деп әлдей бар, содан өмір келмей қалады. Сонымен кеше келді да сол келіншек. Кеше сол келіншек келді да, сөйтіп әлдейін қаншайлық дедім да, кішкентай бөпе ғой енді, әбіржіп жатыр да. Әлдейін қаншайлық десем 6 айлық дейді да. Мен андай өзімнен ұялып кеттім да. Жаман бір түрлі сезім болды да менде. Жұлдыз, сен кеше менің үйіме де келмей қалдың ғой деймін да. Қаладан 2-ақ сағаттық жер. Мен 6 айлық баламен Мальдивке бардым ғой деймін да. Мальдивке ше. Жердің бір жеріне, еще тағы Мальдив деген ұзақ қой. Мысалға басқа шетелдер сияқты самолетта түсесің да сразу кет қалмайсың ғой. Ана аэропорттан түсіп, еще оны 4 сағаттай анау катерді күтіп, еще ненің судың үстінде 4 сағат островқа 6 айлық баламен мен барғам ғой. И сонда менің бөпем, мен сонда ана Жұлдызға қарап, мен сонда сен сияқты болдым ғой, сонда деймін да, ана түріне қарапшы. Бөпең сонда, менің бөпем сенікіндей болды ғой деймін да. Ол болма қыздар, 4 айында Турцияға барған ғой, мына қызшы. Сонда мен до того, ана енем ұрсады ғой. Сен неге асығасың, ертең бала шаға өскен екен барасың ғой, анау мынау дейді ғой. Вот енемнің ұрсуы дұрыс екен ғой деймін да. Мен өзімді прям аяп кеттім ба, бір түрлі сезім болды да. Мен сонда көп күшкентай бөпемен Турцияда жүрдім, еще Мальдивке жердің бір жеріне бардым. Мақұл кеше Катарға барған кезде 8 айлық қой, ол кезде сәл есім біледі да. Қалай сонда депші. И бұл жерде мен сіздерге бір мақтаныш үшін, бір сөйтіп қыдыруға болады деп айтқым келіп тұрған жоқ. Мен сіздерге басқа нәрсе айтқым келіп жатыр. Жалпы екі қабат және де осындай жүкті әйелдер бар ғой. Екі қабат, емізулі әйелдер бар ғой. Сол кісілердің негізінде Алла тағала қорғаушы періштелерінше 2 есе қояды екен да. Мысалға, обычно біз адамдарда 2 періште болады дейді ғой, алдында
кейбіреулер төрт періште деп атайды, мысалға оң жағында, сол жағында, алдында, артында періште жүреді дейді ғой. А вот төрт періште деп алатын болсақ, мысалға екі қабат және осындай баласы болып жаным жөтеліп қалды әлдейім ше, 3-4 күннен бері қонақ күтеміз деп қараусыз қалып кетті. Ал сондай баласымен жаңа екі адамға жауапты ғой. Вот екі адамға жауапты болғаннан кейін оған 2 есе қорған періштелер жібереді екен да. Сонда еще тағы да сол кездері біз Мальдивке кетіп жатқан кезде бізде Қазақстанда көр жүріп жатқан. Көр қатты жүріп жатты. Сөйтіп оның алдында бір прививкасы бар еді. 4 айынан кейін бір салынып прививкасын салдырдым да, көрдікін екеуі қатар болып қалады дедім да, салдырмадым. Сөйттім да, вообще андай әйтпесе медсестралар ескертті, көр болып қалуы мүмкін, салдырып кетсе шетелде анау мынау деген әңгімелер болды. Сонымен жоқ дедім да, мен Аллаға тәуекел еттім. Жоқ, уже билет алынып қойған, шегінетін ештеңе жоқ. Мен барам деп бардық қой. Бірақ сенесіздер ма? Турцияға барғанда да, Мальдивке барғанда да, Катарға барғанда да қызыма бір маса келіп қонған жоқ та. Бір шыбын келіп шаққан жоқ та, мысалы маса келіп шаққан жоқ та. Татабы қазір ойланып отырмын да, кешегі ана жұлдызды қарап, сонда мен татабы андай ойланбайды дейін десем, ойланбайын десем, ойланбаймын деп айтайын десем, ойланамын да, ойланамын, миыммен білмеймін да. Менің бұл шетелге шығу деген арманым, гештальтым ба білмеймін ғой, енді армандадым осынға дейін енді. И кішкентай қызым да көрсінші деп, и сондай кішкентай шақалақпен оны ауыртпай алып келу, ол адамның қолынан келмейді, ол ше Құдай көмектеседі да, оған ше Алла ғана көмектесе алады да. И мен ойланам да, деп ше, қалай Алла Тағала қалай бізге көмектеседі деп ше. Біріншіден біздің арманымызды орындап тұр. Шетелге шыққысы келеді мынау деп. Біздің арманымызды орындап тұр. Бір өзің болсаң мейлі ғой, бір өзің қорқпайсың ғой сәлде болсын. Ал кішкентай өзіңнің бөлшегің, бөпеңмен шетелге шығу, ол ерлік деп айтсам болатын шығар. И андай менде мысалға мынандай да, барғым келе ма, Аллаға тәуекел етіп шыға берем ғой. Андай болып қала ма, мынандай болып қала ма деп мен біріншіден ойламаймын да, жаман нәрсені ойыма алғым келмейді. Самовнушение болып ертең күні сол нәрсені ойыммен шақырып алуым мүмкін да. Енді бұл жерде сіздерге кішкентай әлдейлермен шетелге шық, өйтпейді деп мен сіздерге насихаттағым келіп жатқан жоқ. Енді менің жағдайымда бір чудо болған шығар. Мен Алла қатты сенем, и ештеңе болмайды деген менің самовнушениема орай екеуі қосылған кезде маған ешкім ештеңе істей алмаған сияқты да. Ал енді сіздердің защиталарыңыздың қаншалықты деңгейде екенін мен білмеймін ғой. Сондықтан да негізі балдарыңыз екіге толғанда сәл есін білгенде алып шыққан дұрыс па деп ойлаймын. Енді мына декретте отырған әйелдер бар ғой. Біз көбінде бір заманнан қорғалып кеткен сияқты. Сәл 3 жылымызды бір қайтсам болады. 3 жыл ғой отыратын 3 жылымызды бір как будто бір әлемнен қорқап кеткен сияқты, адамдардан отстал болып қалған сияқты сезінеміз ғой кейде. Бірақ біз білуіміз керек та, мен мына нәрсені айтқым келеді. Біз екі қабат әйелдер және де емізулі адамдар әйелдерді 2X пен періштелер қорғайды. И біз постоянно Алланың назарында жүреміз. 24, так-та адам 24/7 и так Алланың назарында ғой. А біз балаға, екінші адамға жауапты болғандықтан біз усиленно назарда екенбіз да. Сол үшін де андай сол үшін де бұл жерде мен сіздерге мынандай сондай бір күшті, сондай бір бізге беріліп тұрған уақытша күш қой, енді әйелдің барлық күшті, бірақ постоянно емізіп жүрмейді, постоянно екі қабат жүрмейді ғой әйел. Бізде сондай бір күшті біз дұрыс жағынан пайдалануымыз керек та. Дұрыс жағынан деген бұрындары менде мынандай болатын.
мысалға мен ойланам ғой, ойланған кезде мен өзім бір нәрсені дұрыс деп қабылдаймын ба, сол нәрсені адамдарға пихать етеді екем ше. Сол нәрсені адамдарға пихать етеді. Яғни мысалға мен қазір шетелге әлдейлерің өспейінше шықпаңдар десем, деп ойлансам, мен бүкіл адамға пока шықпаңдар деп қандай нәрсеге көзқараспен қараймын, сол нәрсені адамдарға пихать етеді екен да. Менің ең басты ошибкам да сол, адамдарға пихать етпеу керек екен да. Себебі әркімнің ойлау мөлшері, әркімнің санасы әр түрлі измерениеда да. Даже мен өзім күнделікті жаңа подкаст, аудиолар, күнделікті дамушы бірдеңелерді қарап, оқып жүргендіктен, мысалға бір апта бұрынғы Айдананың ойлау жүйесімен дәл қазіргі Айдананың ойлау жүйесі екі бөлек та. Себебі біздің санамызда постоянно өзгерістер болып тұрады да. Сол үшін де айтады екен да бізге, өзіңді өзгемен емес, сен мен оқырмандарым сұрап отыр ғой, Путик қайда, Путик қайда, Путик деп. Ғайниса Алиев деген жігіт осы. Соным ғой, ең ерекше балам ғой менің. Ерекшенің ерекшесі. Бұның тұсауын Димаш Құдайбергеновтың папасы кескен. Димаштай ұлды тәрбиелеп өсірген. Ойбай, сен мақтағанда телефон ойнақтеген қалай кетті. Ей, жан. Кейін басырсай. Қазір бір мен қолым жуысып келсайыншы, жалғастырам. Шығып кетпеңіздер. Ойбай. Алиса, әке қолым жүр. Мына жерде шалбарыңды ауыстыршы хотя бы. Ана киіміңді жуанып қой. Сол үшін де бізде қазақ дана халық қой негізінде. Керек емес қалғып болды күн жылы ғой. Қане? Қырса. Сол бізде қазақ дана халық қой, негізінде бүйтіп айтады ғой. Қайтып айтады, прикол есіме түсіп кетті. Ана бір мудрый человек былай айтқан екен да, былай айтқанда, деп ана бір актерше хит болып жүр ғой, сондай болып қалдым ғой, тура. Өзіңді тек қана өзіңмен салыстыр дейді да. Біз қателесеміз өзімізді басқа бір адамдармен салыстырып да. Сосын өзіңмен күрес өлгенше дейді да. Ең ауыр күрес ол өзіңмен күрес дейді да. Себебі адам өзін тәрбиелеу, өзін дамыту, өзімен айналысу өте қиын. Бірақ сен қалай өзіңмен айналысасың, өзіңді дамытасың, фокусыңды өзіңе бөлесің, айналадағы адамдар өзбен өзі өзгеріп кетеді ше. Таным қалам ғой болсын. Бұрында анау танымал психологтар мен көп көремін ғой. Постоянно подкастында жүремін да, мен де үй жинап жүрсем де қосылып тұрады. Әр кезде әртүрлі инсайт алып қаламын да, миым түсініп қалады. Сол үшін де өзіңді тек қана өзіңмен ғана салыстыр дейді да. Себебі бір апта, не только бір жыл, 10 жыл демей-ақ қой, бір апта бұрынғы Айдананың ойлау жүйесімен дәл қазіргі сәттегі Айдананың ойлау жүйесі екі бөлек. Себебі ол өзінің өзгеру үшін күнделікті бірдеңелер қарады, бір түсініктер келді, бір инсайттар келді, дұрыс па? И оның әр нәрсеге көзқарасы өзгерді. И менде мысалға бір нәрсені дұрыс деп қараңыздар, бір нәрсені дұрыс деп қабылдасам мен бұрында, сол нәрсені барлығына дұрыс қой, айтшы, менікі дұрыс қой, дұрыс. Мынау негізінде осындай болу керек қой деп мен жаман сөйтіп айтатынмын. И сөйтіп ана адам
енді біреу мен көңілмен қарауы мүмкін, біреу қарамайды. Сөйтіп ол адамдікі де дұрыс қой десе, мен жаңағыдай давление болып, нервім шығып солай істейтінмін ғой. Қазір қалай бар ситуацияға солай қабылдайтын болдым да. Мысалға мен бірдеңені дұрыс деп көріп тұрсам, қасындағы бір адам оны басқаша көріп, ол жайлы басқаша ақпарат айтып, басқаша ой түйіп тұрса, мен уже қазір түсіне бастаймын. Мен уже түсіне бастадым да. Себебі менің дәл қазіргі ойлау дәрежеммен қасында отырған немесе сіздердің әркімнің ойлау дәрежесі әртүрлі деңгейде екен да. Мен бұл жерде өзімді күштімін деп санап тұрған жоқпын. Күшті тек қана Алла тағала ғана да. Күштімін деп санап тұрған жоқпын. Бұл жердегі өзіңнің дұрыстығыңды біреуге тықпалау, бұл сенің біріншіден энергияңды алып қояды. Себебі ол адам әлі оған ондай түсінік жеткен жоқ қой, ол сен сияқты көз қарай алмайды ол біріншіден. Екіншіден сен ол адамға бірдеңені дәлелдеп, бірдеңені көрсетем дегенше шаршап, өзіңнің энергияң құртылады, сосын ол адам мойындамаса одан бетер жының шығады, жының шыққаннан кейін ештеңе желаниең болмайды, ұрысқың келіп кетеді, и сен істейін деп тұрған проектілердің барлығы тас-талқан болып ауаға ұшып кетеді да. Бекерге өзіңе өзің қастандық жасап аласың. Ал сен қалай бар солай просто так қабылдасаң, ана адам басқаша түсініп жатса, басқаша қарап жатса, жарайды, дұрыс деп. Негізінде дұрыс деген нәрсені анығын Алла ғана білуші дейді да. Кез келген адам, әркімнің өзінің шындығы бар, және де әркім әртүрлі айтуы мүмкін, себебі оның ойлау дәрежесі солай дұрыс деп тұр да. Оның ойлау дәрежесі солай дұрыс деп тұр. Сол үшін оймен ерегісіп, қасарысып, қырсығып керек емес екен. Просто қабылда деген осыдан шыққан екен. Енді мен не үшін декреттегі әйелдерді деп айтып жатырмын, себебі біз емізулі әйелдер в основном ше ауыздары негізінде дуалы болады екен ше. Ауыздары дуалы болады екен. Ауыздары дуалы. Сол үшін де енді именно емізулі деп айтып жатқан себебім, бұл емізулі әйелдерді 2x періштесі қорғап тұр, 2x Алла тағала оған қатты назар бөліп тұр, мысалға да. Ал кәдімгі емізбейтін екіқабат емес әйелдерді де ол қорғайды, бірақ шамалы жоғарылау тұрады да енді. Ол солай ол. Енді бұны не үшін айтып отырмын, бір өзімді керемет деп көрсетіп тұрған жоқпын, немесе сіздер төмендетіп тұрған жоқпын. Сөздің құдіреті да. Әр айтқан сөзіңізге абай болыңыз да. Әр айтқан сөз автоматом орындалып кетеді да. Сол үшін мен соңғы кездері мынандай бір видео түсіргім келіп тұр да. Армандаудың зияны деген. Бәріміз армандаушылар. Мен өзімді көп айтамын ғой, армандаңдар деп. Бірақ ешкім армандаудың зиянын айтпайды екен да. Сол зиянға арнайы видео түсіргім келіп жатыр. И соны түсіріп YouTube каналға салып қойғым келіп жатыр. Өзінде құрт істеп жатырмын қыздар. YouTube каналға салып қойғым келіп жатыр сонша. Что-то құрттадым мындай. Бұл жарап қалды, сәл неғып тұру керек еді, қойғыш бала-шаға жеп қояды. Түсіндіре алдым ба? Сөздеріңізге абай болыңыздар дейді. Білсек те жасамаймыз. Дұрыс қой. Ең қиын нәрсе, өмірдегі ең қиын нәрсе ол өзіңді өзгерту да. Жұртты өзгерту, жұртқа ақыл айту ең оңай шаруа. Ақымақ та ақыл айта алады дейді ғой. Енді мен мынандай нәрсені айтқым келіп тұр да. Бұл нәрсені бөлек темаға арнайын ба деп отырмын. Армандаудың зияны, сосын тағы екі теманы бөлек тақырып қыламын. Сосын мынандай сөз бар да. Айтылған сөздің құлысын, айтылмаған сөздің патшасысын дегенше. Біздің қазақтың әрбір мақалының өзінің бір
философиялық маңызы бар ше. Қашан оны түсініп қаласың, мынау мынаған айтылған екен ғой, мынау мынаған айтылған екен ғой деп өзің түсініп қаласың. Мен жаңағы салыстыру темасында, жаңа кішкентай бөпеммен шетелге шыққан темаларымды жалғастырғым келіп тұр да. Мысалға мен Мальдивке барған кезде менде мынандай ситуация болды. Мен бардым ғой, кішкентай әлдемен әбіржіп, ол жақ еще қапырық, сол кездері көр болып атты дедім ғой. Ана қызым бар, фокусым ана қызды ауырып қоймайшы деген ой болды да. Ауырып қоймайыншы, Аллахым көмектесші деп. Мен өзіме бүйтіп кірпікті істеткен жоқпын, бүйтіп боянған да жоқпын. Негізінде Мальдивте табиғи сұлулық болмаса қиын екен. Кірпік жалғауға болады енді, бірақ мен ол Мальдивтің суына шомылам дедім ғой. Ол су тұзды да. Мен шомылғанда от души басымды батырып, жаңа қызымда сәл мұрны бұрқырап тұрған, теңіз тұзды ғой. Соған салып алған кезде, ана мұрындарына су кірген кезде олардың тұзды сулары аквамарис сияқты ғой. Сулары аквамарис сияқты да. Шипа да, былайша айтқан кезде. Мен соған бір жағынан шипа ретінде де түсем деп ойладым. Сол кезде менде мынандай оқиға болды. Подругалармен бардым ғой. Подругаларым барлығы күшті. Енді олар әлдесіз барған, бөпесіз барған ғой. Мен бөпемен барғам. Мен өзім қалағандай киіне де алмай жатырмын. Өзім қалағандай еркін фотоға да түсе алмай жатырмын. Еркіндік жоқ та, енді баламен болған екен. Бүкіл фокустың балада, ойбай деп өзі қыбырлап қалған бала. Бүкіл фокус балада болады ғой. Соменен бірдестен самооценкам түсіп кетті да. Қасындағы қыздардың әдемі болып, мен өзімнің әбіржіп тұрғаныма, өзімнің самооценкам түсіп кетті ана жерде. Бірдестен көңіл күйім түсіп кетті. Сөйттім да, сол жерде психолог подругам бар ғой, Жазира деген. Сонымен Жазирамен, ол байқап қалды, не болды деп. Сонымен айттым, менде самооценка түсіп тұр. Мен өзімді жаман жай сезініп тұрмын. Мен өзімді, мынандай да қыздар, өзіңде киімде болған кезде, ақшада болған кезде бүкіл мүмкіншілік болып тұр, бірақ сен сол мүмкіншілікті пайдаланбаған кезде де шамалы обидно болады да. Мен айттым, менде боянуға да, очки тағуға да, күшті киінуге де мүмкіншілігім бар, бірақ мен неге киінбедім деп өзімді кінәлі сезініп тұрмын. Қарашы, айналадағы қыздардың барлығы барын киіп киген, мен как она есть, даже боянбай да жүрмін. Бірақ мен табиғи сұлу екенімді білемін ғой, бірақтан бір түрлі андай мысым басылып тұрма, самооценкам түсіп кетті деген кезде маған жаңа психологтың айтқан сөзі ғой. Айдана дейді. Айдана, сен білесің ба дейді. Сен 6 айлық баламен жердің бір жерінде дейді, Мальдивте дейді. Сен қандай бақыттысың дейді. Сен кішкентай әлдеңде сылтауратпай келіп тұрсың дейді. Сенің арманың орындалып тұр. Сен сонда айдаладағы біреулерге қарап самооценкаңды түсіріп тұрсың ба дейді. Сенің орныңда болғанда мына адамдардың барлығы ешкім де 6 айлық баласымен келмесе дейді. Тем более бесігін арқалап Мальдивке ешкім өйтіп келмеген да дейді. Сен сонда біреулердің боянғанына қарап өзіңді түсіріп тұрсың ба дейді ғой. Миым тақыда қалып, депші, сонда қалай сонда депші, мен сонда өзімді бағаламай тұрмын ба деп. Сөйтіп, кеше осы ситуацияны психологтың сөзі есімде ғой. Кеше жаңағы группаласымыз келіншегіне қараймын ғой, 6 айлық қой, өзімен өзі әбіржіп жатыр, әшейін қалада этаж үй ғой, әйтпесе ана бөпесі жыламайды, өзімен өзі әбіржіп жатыр ғой. Сөйтіп мен қараймын ғой, Аллахым, сен қалай маған күш қуат бергесін, қалай мен осындай кезде мен қорықпай, еще үлкен теңіз ғой, теңізде бір онда 4 па, онда 3 па катер бар ғой, қайықта емес, катердің сәл үлкендеуі, сол үлкендеуімен бір 30-40 шақтағы адам жаңа островқа кетіп баратыр ғой. Еще кеш ымырт батып жатыр да, ымырт кеш болып жатыр. Сөйтіп кеш батты.
кеш батты, теңіздің үстіне кетіп баратырмыз, ана қайық аударылып кетсе де сен ешкім құтқара алмайды да ғой. Мен жайлап күйеуіме қарап тұрмын ғой. Мынау менің арманым еді ғой, Мальдивке барайық деп қоймадым ғой мен. Күйеуім ұрсатын шығар маған. Мен де тыныш отырсам болады ғой. Не Құдайдың азабы еді деп қоямын өзіме ше. Не бар еді осы Мальдивте? Құдай-ау деп өзіме сөйтіп қоямын ғой. Тағы ше күйеуіме қайта жалтақ етіп ұрыспаса болар еді деп сөйтіп кеше жаңағы самооценкам түсіп кеткен айтам да. Жаңағы подругам айтады ғой, психолог. Айдана, сен денің сау ма? Сен Мальдивке келіп самооценкаңды түсіріп тұрсың да, сен денің сау ма? Сенің істегенді ешқайсым істей алмайды, даже мен де істей алмаймын, қанша прокачанный, накачанный болып алып дейді да. Сол сияқты мен бұл жерде өзімді күштімін деп тұрған жоқпын. Сіздердің әр қайсыларыңыздың, әр әйелдің сондай бір күшті қасиеті, бір адам өзі байқамайды ол қасиетінше, сырттағы адамдар айтады да онше. Бірақ ол қасыңда смотря қандай адамдар жүрді. Если саған тілеулес адамдар болса, ол саған айтады. Если тілеулес емес, жаңағыдай әшейін араласып жүрген адамдар болса, ол айтпайды. Наоборот, сенің одан бетер неңді түсіріп, самооценкаңды түсіріп, жаңағыдай. Что-то мен де грипп болып пырқырап отырмын ғой. Если жаныңда жақсы адамдар болмаса, сенің самооценкаңды одан бетер түсіруі мүмкін да. Боянып алмайсың ба, киініп алмайсың ба, бар ғой, үйтпейсің ба, бүйтпейсің ба деп одан бетер сенің самооценкаңды түсіруі мүмкін да. Ал сен үшін шынайы жанашыр адам болса, сенің действительно көңілің түсіп тұрған кезде саған, сен денің сау ма? Сенің жасыңда, сенің шағыңда айналайын Мальдив түгілі үйінен шығамай отқан келіндер бар. На самом деле да, үйінен шығамай отқан келіндер бар. Сенің дәл қазіргі жағдайыңда 5 балаңмен, еще сен Мальдивте, еще сен ауылда тұрасың. Ана сиырларыңды Құдай білсін естегенді, үйде еще енең бар. Енеңнің көңілін тауып, ана малдарыңды реттеп, ана 5 бала шағыңды 5 жаққа жайғап, еще ана кішкентай әлдемен Мальдивке кеп тұрып, сенің самооценкаңа жететін самооценка жоқ деп айтқан кезде, дедім ғой мен. Сондай бір көз ашатын, сондай адамдарда жүру керек қастарыңызда. Себебі біз көреміз ғой, мені сен мысалға баламен әбіржіп отқанда қасында бір досыңның күшті болып кеткенін көресің да, ой, мен жолым болмай жатыр, мен анаумын, мен мынаумын дейсің да, өзіңді кінәлайсың, өзіңді бір заманынан қап кеткен адам сияқты өзіңді жаман сезінесің да. Ал на самом деле сен өзіңнің жарқ ететін сәтіңді күтіп отырсың да. Өзіңнің жарқ ететін сәтіңді күтіп отырсың. Алла тағала ешкімнің ақысын ешкімге жегізіп қоймайды. Просто маған соншалықты обидно деп те ойламаймын енді. Алла тағаланың рахметі шығар деймін да. Или менің сол арманымды, енді мен болашақта да баруым мүмкін еді ғой Мальдивке да, бірақ мен ол кезде қызыммен бармауым мүмкін беді. Ол жақта мен мысалға ол кезде бесікті апарып, соншалықты Мальдивтің төбесінде қазақтың киелі бесігін тербете алмай қалмас бедім мысалға да. Ал Алла тағала маған сондай бір мүмкіншілік берді. Мен ауылда тұрсам да, 5 бала тусам да, 1045 мынандай шаруам болса да, Алла тағала 10 күнге Мальдивке апарып қойды да. Бесігімен, қызыммен уайымдамасын деп. Қызыма да өзіме де бір маса, бір шыбын қондырмай, хотя ол жақта кесіртке, жылан өте көп. Мен қорқтым, әр бесікке қызымды бөлеген сайын қағып, айбай, кесірткелер шыққамасын, бір түсініксіз бір жәндіктер шағып қоймасын деп ше. Алла тағала бір маса, бір шыбын қондырмай, менің арманымды орындады да. Түсінесіздер ма? Біз отырып алып, айдаладағы біреулермен өзіміз салыстырып, мен самооценкам түсіп кетті. Мен неғып ақшам бар еді ғой, неғып мен киінбедім, неғып мен боянбадым деп өзімізді кінәлап тұрмыз да. Қандай неблагодарныймыз деймін да, я. Андай ғой, адамдар армандары орындалған кезде кезінде өліп талып сұрағандарын ұмытып кетеді екен да.
менің состояниемда, менің кезімде жаңағы психолог подругам айтпаған кезде мен оны білмес едім. Мальдивке барсам да өз-өзімді кінәлап, неменеге келдім, баламен әбір жүрдім, үйттім бүйттім деп өзім жеп қоятын едім да. А мен қасыма сондай бір адамды жіберді, көзімді ашып, ей есіңді жи, мен алла тағала сенің арманыңды орындады ғой, сен не істеп тұрсың деп ше. Вот сол сияқты біздің арманымызды барлық адамның арманын алла тағала орындайды да. Бірақ орындаған кезде адамдар оның тілегенін ұмытып кетеді да. Так и положено. Сол үшін бардым деп ойлайды да. А на самом деле алла тағала оның кезінде сұраған үшін оның дұғасын, армандарын кері қайтармады да. Сондай нәрселер бар да өмірде. Сіздер неге жылап отырсыздар? Мақұл ғой, мен жылап түс көргендей болып қалам кейде ше. Алла тағала қандай күштісің қандай менің бүкіл армандарымды орындап жатсың деп ше. Мынандай нәрсе бар да, тафаккур, шүкір айту деген бар да, шынайы шүкір айту ше. Шынайы шүкір айту деген бар. Бізде мынандай нәрсе бар да, шүкірді тек қана ауызбен айтамыз ше. Шүкір Алла деген прикол шығып кетті ғой, шүкір Алла деп қояды да. Ал шын мәнісінде ол шүкірді жүрекпен айтып жатқан жоқ та. Жүрекпен қалай айтасың? Шүкірді вообще айтудың да қажет жоқ. Шүкірді ету керек дейді да. Ету деген қалай? Мысалы мен қазір жан тәніммен тебіреніп, вибрациямен, Аллахым қандай күштісің маған да қызыма да бір маса, бір шыбын қондырмай жердің түбіне, сол жерде акула жеп қойса да, кемең аударылып қалса да өлесің де қаласың ғой мысалға да. Сен мен ештеңемді, ешқандай нәрсемді не қылмай қалай апарып келдің деп шүкір деген солай кетеді екен да. Біздің шүкір Алла барып келдім деп айналадағы адамдарға магнитка таратқанымызбен ол далбасагершілік ол ше. Үйден шықпаған әйелдер, қазір балаңызбен алысып отырсыз ба? Сіздің де уақытыңыз келеді. Әркімнің уақыты келеді. Бірақ Алла тағаладан сұрай беру керек та. Біздің міндетіміз Алладан сұрау. Болды. Ары қарай Алла тағала қалай орындайды, қайтып орындайды, қашан. Мен ана YouTube каналымда айттым ғой. Армандап болғаннан кейін оны Аллаға жіберу керек та. Біз арманымызды Аллаға жібермейміз, сенбейміз да, себеп. Армандап аламыз, ананы армандаймыз, мынаны армандаймыз. Сосын жіберуге келген кезде біз қаяқтан орындалмайды да ол әшейін. Қаяқтан десеңіздер, қаяқтан болып қалып қала береді да. Біз Алла тағаладан сұраймыз. Біз не үшін келдік? Біз құлмыз ғой, біз сұрау үшін келдік. Құлдар не істейді? Сұрайды ғой. Сақтаймын, ютубқа кіргіземін. Қазір жақсылап сіңіп бет олым жүк келейінші. Айратпеңіздер. Кеше ютубта бір комментарий жазып қойыпты, бұрқырап отырып, сабақ өтіп отыр деп. Айналайын, біз бұрқырапта, тырқырапта әртүрлі нәрсе істеп сабақ өте береміз. Главный жүректен жүрекке жетсе болды емес па? Мысалға, дәл қазіргі таңда менің шамам жетеді, күшті бір фотостудия жалдап, сол жерде 5 батпан макияжды жағып, сол жерді арендовать етіп, 10 сағат видео түсіруге Алла тағала маған мүмкіншілік беріп қойған да. Бірақ мен ол жерде отырып, осындай жүрекпен видео түсіре алмауым мүмкін да. Түсінесіздер ма? Мұрным ағып отыра ма? Қайтып отырады, зато мен жүрекпен жеткізіп жатырмын. Менің мақсатым маған келген ақпарат сіздерге қалай жеткізсем де жеткізу да. Оны сіздер қабылдайсыздар ма? Ойбай, қабылдамайсыздар ма? Ол сіздердің проблемаларыңыз. Кәскелім.
Ой, жеңіліп қалдым ғой. Ойбай. Сондаймын енді. YouTube каналдағы жаңадан қосылып жатқан оқырмандарым болса, сондай адаммын мен. Инстаграмда да сондай болып танылғам, ютубта да сондай болып таныла берейін. Андайда қыздар, андай нәрсе бар да. Байлықты, ақшаны кез келген адам таба алады. Кез келген адам табады ақшаны, кез келген адам таба алады. Бірақ нені рухани осындай рухани кемелдену, рухани өсу, рухани білім ілімді екінің бірі мен күйеуім алдында сіңгіруге ұяламын, сіз 100 адамның алдында сіңгіріп көріңіз. Сіздердің алдарыңызда сіңгірмеймін, құдайға шүкір десеңіздер. Енді қойшы енді. То естественно, что естественно, то не безобразно дейді ғой. Солай. Так, не айтып жатқан едім? Рухани адам, рухани байлық кез келгенге келе бермейді да. Кез келген келе бермейді. Білесіздер ма, ең оңай нәрсе адамның сырт келбетін өзгерту екен да. Мысалы үшін қазір мен барып өзімнің қымбат киімдерімді киіп шықсам, айданан танымай қаласыздар, дұрыс па? Макияж істеп қымбат киімін киіп шықса, любой адам қымбат киіммен, қымбат затпен, вообще перевоплощение дей ма, изменение жасаса сырт келбетіне. Мысалы шашын қысқартты, иә? Адам сырт келбетін өзгерту ең оңай екен да. Ең оңай. Екінші кезекте, екінші сатысы, өзгерістің екінші сатысы, өзгерістің 3 түрін айтып жатырмын сіздерге. Өзгерістің екінші сатысы ол адамның тәнін өзгерту дейді да. Мысалы үшін сіздер азу арықтау үшін кем дегенде бір апта немесе бір ай нормально салмақ тастап, нормально өзгеру үшін 5-6 ай керек, дұрыс па? Вот тәннің өзгерісі үшін де шамалы уақыт керек екен да. Тәннің өзгерісі үшін. Ал ең қиыны және де ең ұзақ процесс ол адамның жанының, рухының өзгеру екен да. Рухының. Рух, жан. Вот ол оған екінің бірі Айдана ханымнан 2018-ден бері сабақ алып жүрмін. Так, не дейді? Сабақтарын, түсініксізден сабақтарыңыздан рахмет. Жалпы сіздерге бір құпия айтайын ба? Мен өзім көп адамдардың сабағын ағам ғой. Қымбат сабақтарды алып көрген адам ретінде мен сіздерге кеңес бергім келеді от души ше. Қымбат сабақты алғыңыз келсе алыңыз да, бірақтан түсініңіз да, олардың жеткізе алмай, олардың жеткізетін нәрселері түбінде келгенде состояние деп аталады. Қалай дейсіздер ғой? Мысалға, дәл қазіргі менің состояниеме жету үшін мен қаншама іздендім, қаншама сабақ алдым, қаншама білім алдым. Қазір маған па барабану да. Қалай ол па барабану деген? Адамды қалай бар солай қабылдаймын. Ешкіммен айқаспаймын, ешкіммен шайқаспаймын. Біреу менің озуға тырысып жатса, пожалуйста, сен-ақ оза қойшы ма? Сен-ақ ала қойшы ма? Ешкіммен ештеңе күреспеген кезде, ешкіммен ештеңе шайқаспаған кезде Алла саған өз-ақ беріп қояды да. Себебі ризықты беруші де, ризықты алушы да ол Алла тағала. Адамға сенген мұрттай ұшады, Аллаға сенген құстай ұшады деген мақал бар. Мен ұрыспала болып кеткен жоқпын ба, что-то. Остановите меня, вот отырмын. Остановите меня, вот отырмын. Остановись-то, бәйби.
андай ғой қазір мен ана папамда видео сабақтарын түсіремін ғой, папамен ой сабақ түсіремін. Әке өсиет деген парақшаға жазылып алыңыздар. Папа екеуміз не деген әңгімелер айтамыз. Ой, рухани деген ой айызы қанады ғой. Әкем мен папама папа сізге мобилограф тауып берейін. Себебі арасында үзіліп қалып жатыр да, мен қалаға барып папаны түсірем дегенше арасында видеолар салыну уақыты жаңағыдай үзіліп қалып жатыр. Енді менің тірлігім бар, ол кісінің тірлігі бар. Сізге давайте бір мобилограф жалдап берейін, сол мобилографпен түсіре беріңізші. Қайта жаңағыдай мобилограф түсірсе күнделікті салынып отырады, жаңағыдай сіздің де жұмысыңыз ары қарай жүріп кете береді десем, папам бүйтеді да. Жоқ, маған мобилограф керек емес, семен түсірші дейді да. Екеуміз түсірік дейді да. Неғып бүйттіңіз десем, айтады, сіз дейді, сен дейді да, андай не қыласың дейді. Мысалы үшін папам екеуміздің измерениямыз, толқынымыз бір неде да. Папа екеуміздің толқынымыз бір неде, бір-бірімізді полуслов түсініп кетеміз да. Папам қас-қабағынан мен түсінем да. И папа мысалға видео түсіріп атамыз ғой, сол кезде папа бір нәрсені артық, бір нәрсені не то айтып атса, уже мен белгі берем да. Сөзін бөлмеймін енді, бірақ монтаждаған кезде сондай жерлерін қиып тастаймын. И папаға айтам да, пап, мына жерлер что-то дау тудыруы мүмкін, себебі сіздің деңгейіңізде кейбір адамдар ойламай сізге хит жаудыруы мүмкін. Ол кісі 60-қа таяған шағында біреудің үйтпейсің ба, бүйтпейсің ба деген келеке сөзін көтере алмай қалуы мүмкін. Мысалға мен көп өзімен жұмыс жасап не деген андай негатив анау-мынаулармен уже қазір маған осы состояниеға жету үшін мен қанша еңбектендім ғой. Папамды бір кемсітіп тұрғаным емес, просто ол жаңадан нәрсені бастап атқан кезде, жаңағыдай сағы сынып қалмаса екен деймін да. Сағы сынып қалмаса екен деймін да. Әкемнің ше. Сол үшін барынша папаға көмектесіп, білесіздер ме, 60-қа келсе де көзінде от, сөйлеген кезде көзі жанып, рахаттанып. Кеше бір 15 шақты видео түсірдік та, 1 сағатта түсіріп тастадық қой. Уже анандай да. Уже анандай опытный болып қалған, еще андай сөйлеген кезде, қызым жетіп, сөйлеген кезде жаны кіріп, ана біреу бірдеңе алсыншы деп от души сөйлеген адам ол басқаша да. И сөйтіп папа айтады ғой, мобилограф маған керек емес, өзің түсірші дейді да. Бір айда бір видео салынса да дейді, маған разница жоқ, просто семен түсірсем, бір жағынан семен сөйлесем дейді да, енді қызымын ғой, бір жағынан семен рахаттан сөйлесем, бір жағынан сен менің қателіктерімді тураласаң, мен андай қылам дейді да. Андай ашуланбаймын дейді да, ашуланбаймын, андай кейбір жерлерін турлап жіберсең, мен андай эгосы бар ғой енді әр адамның, мен андай дұрыс қабылдаймын дейді да. Ал жаңағыдай мобилограф болса, ол түсірет кетеді, ертеңгі күні не то байқамай бір артық сөздер, немесе бір ойын жеткізе алмай қалған, немесе әсерлі сәттерді дұрыс жеткізе алмай қалса, бекерге кеткен еш еңбек болады дейді да. Түсінбей алдым ба? Жаным, қызым-ау. Білесіздер ме, осы қызды шетелде ауыртпай, өткенде Катарда ауыртпай, бір шыбын маса қондырмай, үйге келген екен ауырып қалса бола ма? Үйге келген ауырды. Айтам да, мен шетелге шықпаған байланыс емес, үйде отырып ауырды депші. Негізінде бала үйде көп ауырады да, себебі бізде үйде, мысалға мен үйде жүремін ғой, үйде жүрген кезде қызыма көңілді бүйтіп бөле алмаймын. Шетелдегіде қызыма көңіл бөле алмаймын. Шетелде тек қана қыз, внимание, ой, екен аз, бекен аз, деп внимание тек қана сода болады ғой. Ал үйге келген кезде қауіпсіздікті сақтап қоямыз, жаңа ойыншықтарды шашып қоямыз, соменен өзімен өзі ойнап отыра береді да. Біз не жақта тірлігіміз істеп жүре береміз. Шетелге тұрғын келді па. Оған да жетерміз. Ой жеткен жерге бой жетеді дейді ғой. Тағы да ырыс баланың несі шықты. Бір қасиет шықты. Бір-екі сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар.
негізі кеше бір ютубта бір кісілер, ер кісілер ғой, білмеймін ғой қандай мақсатпен номер сұрап анау мынау деп артық әңгімелер жазып жатыр да. Айтам да, 5 бала шағам бар. Аллаға шүкір босанып алдым оның. 5 бала шағам бар, күйеуім бар екен барлығы білет, ауылдың келін екен барлығы білет, мифа болып жүрген жоқпын, осылай орамалмен отырмын да. Артық әңгіме не керек десей? Артық әңгіме не керек, я? Енді оның өзінің ойлау деңгейі, санасы соған жетіп тұрса, мен оған ештеңе дей алмаймын да. Просто алып блокқа қойып отыра беремін ғой. Бірақтан осындай адамдар адамдардың отбасын бұзады да, қаншама отбасын бұзады. Осындай кейбір пасық адамдардың кесірінен да. Курстар жайлы ойыңыз түсінбеймін. Сіз миллионға курс алсаңыз да, 100 миллионға курс алсаңыз да бар ғой, сіздер оны саналы түрде осындай вибрациямен түсініп, миыңызды қозғап отырып, сол күйді, сол сезімді бастан кешпейінше, ол андайда миллионға курс алсаң да әсер етпейді. Мынандай нәрсе ғой, көп психологтар айтады да, паласқа сүртпейтін жарсын енді құртыңды. Мындай. Не айтқан едім, ойым бұзылып кетті ғой. Білмеймін, бір нәрсе айтқан едім, есім ұшып кетті ғой. Көп психологтар жаңағыдай, Ғанисалих маған леген әкеп берші, балам. Қараш маған, леген әкеп берші, құрт істейтін. Пештің астынан леген әкеп берші, леген әкеп берші, өтініш. Көп психологтар, көп коучтар айтады ғой, рексісқа барсаң, короче, бай болып кетесің, үйтесің, бүтесің, байлармен аралассаң, бай болып кетесің, анау мынау. Жоқ, ол байлармен аралассаң, байлар саған ештеңесін бөліп бермейді. Рексіз саған бір бөлмесін арнап көріп бермейді. О, айдан ақ. Жоқ, мынандай көрсең, кеп қалдың ба, мен саған мына бөлме демейді. Если сіздер сондай зонада жүрген кезде, сондай адамдармен жүрген кезде, сол нәрсенің вибрациясын, күйін сезінбесеңіздер, ол бекерге кеткен ақша болады да. Біз сол күйді сезіне алуымыз керек. Күйді қалай сезінесің? Денең тітіркеніп, осындай да бола ма не? Деп бір басқаша сезім келеді, оны сіздерге айтып жеткізе алмаймын ше. Ол біреудің, о жаным, рахмет, тағы да біреу әкеп бере салсын ба? Біреулер айтады ғой, мен саған үйт жүрем, бүйт жүрем, сен байық жүрем деп. Жоқ, адам өзі саналы түрде соны сезінбейінше, соны тәнінен өткізбейінше, ол адам түк те істей алмайды. Ол сен 5 миллион, 10 миллионға курс алсаң да, сенің өзіңде жаңағыдай сезіну, түйсіну болмаса, ол бекершілік та. Одан кейінше психосоматика жайлы. О жаным, рахмет, Алла разы болсын саған. Психосоматика жайлы айтып жатсыздар ғой, мен қазір психосоматиканы оқып жүрмін. Қазір 2,5 ай. 2,5 ай емес, 1 айымыз қалды. Жүрекпен сезінім. 1 айымыз қалды. Мен Шымкентте семинар өткізгім келіп жатыр, жабық семинар. Практикалық тек қана техникалармен ше. Уже мынандай әңгімелерге тойған шаштар, кәдімгі техникамен. Психосоматика ол курсты эмоциямен сатып алып қоямызда қаншама ақша кетіп, құр шығын боласын. Мысалға, кеше мен трейдинг курсын саттым да. Мен өзім жұмыс істеймін ол салада. Мен өзім оқыдым. Мен оны болашағыммен байланыстырамын, инвестицияны да. Мен постоянно жұмыс жасағандықтан, мен интенсив ретінде өзімнің үйренгенімді адамдармен бөлісу мақсатында 5 теңгемен арзанға үйреттім. Адамдар сондай курстарды, арзан курстарды алса, мысалға да, арзан курсты алса, оны көреді ғой. Эмоциямен 5 теңгемен алған күннің өзінде де, ертең күні 5 теңгеге
тұрарлық даже одан көбірек ақпарат алып кетеді адамша. Ал мысалға сен 150, 200, 300 мыңге білім алып, ой, бекер алдым мынаны, дымда пайдасы болған жоқ, өйткен жоқ, бүйткен жоқ. Короче, эмоциямен сатып алдым деп өкінбес үшін, мүмкін болса жаңағы тақырып жайлы кішігірім болсын инсайт ақпараттар жинаған дұрыс та. Мен сіздерге шын жүректен кеңесім. Ал енді мен психосоматиканы айтатын болсам, психосоматика бізде кез келген ауру. Енді мен кәдімгідей дипломированный маман ретінде жұмыс істеймін, сондықтан да ойынауда бір психолог болды ма деп айтпай ақ қоюларыңызға болады. Айтсаңыздар да болады, енді өздеріңіз еріктеңіз, мен оған ештеңе демеймін да. Себебі ол сіздің санаңыздың жетіп тұрған жері да. 750 мыңмен оқыдық қой психосоматиканы. Ауру бірінші, балапан, сәл жай қоясың ба, өтініш? Сәл жай қойшы балам. Психосоматикада бізде кез келген ауру бірінші жанымызда болады да. Жанымызда болады, жанымызда. Ішімізде. Мысалға біреумен ұрсып қалдың, эмоцияң іште. Кез келген ауру бірінші жанға беріледі да. Біз сол жан бірінші сездіреді. Если сен жанмен дұрыс жұмыс сол жанды тез өңдіп тастамасаң, ол сенің тәніңе беріледі да. Тәніңе берілгеннен кейін де сол белің ауырады, ана жерің ауырады, мына жерің ауырады, сомен. Солай болады. Жанды емдейді да, психосоматтар. Ойбу, мен қателестім. Психосоматика деген дене, тән. Кез келген нәрсе бірінші эмоционалды түрде біздің эмоциямызға әсер етеді. Біз соны өңдеп тастамасақ, ол біздің тәнімізге өтіп кетеді да. Сол тәнге өткізбес үшін, даже тәндегі аурулардың өзін сол психосоматикамен емдейді. Психосоматикамен емделмейтін аурулар бар. Олар жаңағы қатерлі ісік аурулардың соңғы стадиялары, жаңағы қояншық аурулар, сосын қандай аурулар бар еді? Андай зависимый адамдар болады ғой бір. Ол өңдеу, ол бүйтіп айта салатын нәрсе емес қой. Оны кәдімгі жұмыс жасау керек. Ал ана құрттың үстіне. Бүгінгі эфир пайдалы болды деп ойлаймын. Негізгі менің ниетім декреттегі әйелдерге жақсы бір пасыл айтуға кірген едім негізінде. Ойым шашырап әртүрлі нәрсені айтып тастадым ғой. Декретте отырған келіншектер, сіздердің де жарқырайтын уақыттарыңыз келеді. Біз не үшін декретте отырмыз? Бала шағамызға қарау үшін да. И одан кейін декретте отырған әйелдер көп ізденіңіздер. Іздену деген ол көшеге шығып кетіп білім алу емес. Іздену хотя бы осындай видеолар көріңіздер, кітаптар оқыңыздар, подкасттар тыңдаңыз. Кітап оқу болмаса аудио кітаптар бар, кітаптар тыңдаңыздар. Сіз өзіңіздің күйіңізді жақсартпайынша, өзіңізбен жұмыс жасап, өзіңіздің состоянияңызды жақсартпайынша, біреуге бірдеңе айту ол тем более балаға мүмкін емес та. Сен өзіңді қалай тәрбиелейсің, өзіңмен қалай жұмыс жасайсың, солай айналаңдағы адамдардың өздері қалай өзгеріп кеткенін түсінбейсің да. Баланың жағдайы тікелей анасына байланысты, ананың состояниесіне байланысты. Мысалы, қазір менің қызым ауырып қалды да, жөтеліп қалды. Психосоматикасы мен уже түсініп отырмын. Мен себебі оған көп көңіл бөле алмадым. Себебі бір аптадан бері қонақ күтіп жатырмын күніге.
то қонаққа барады, қонақ күтіп жатыр. Ол қызға внимание аудармай қалдым. И ол өзіне внимание аудару мақсатында ауырып қалды да. Сондай тонкостьтер бар. Алла разы болсын сіздерге, мен тыңдап отқан әрбіріңізге Алла разы болсын. Рахмет. Жазып жатқан қолдауларыңызға рахмет. Мен де 5 баланың анасымын. Бір кісінің бәйбішесімін. Трактористтің бәйбішесімін деп қояйын да. Өзім мұғаліммін. Қазір декреттемін. Психосоматиканы оқып үйреніп жатырмын. Қанша жылдан бері психологиямен айналып жүрмін. Сонымен қатар кәсіби түрде психосоматикамен айналысып жатырмын. Алла қаласа, мен түсінгенім мынауда. Не үшін мен психосоматика келгенімді айтып бере салайын да. Мен психологиямен 2017-ден бастап уже түсіне бастадым ғой, қыр-сырларды да. Мынау надан екен ғой, мынау надан екен, түсіне бастадым да. И қазір түсінгенім соншалықты адамдар мотивация алады ғой. Мысалы, сіздер қазір менен мотивация алдыңыздар, 1 сағат бойы. И сіздер мотивация алғандарыңыз ары кетсе 3-ақ күнге жетеді да. 3-ақ күнге жетеді. Если адамның сіздер жаңа алған ақпараттарыңыз барлық қазір миларыңызда сарнап тұр да. Мен қазір барам да ананы істеймін, мынаны істеймін, үйтем деп тұрсыздар да. Миларыңызда сайрап тұр да. Біз сол мидағы сайрап тұрғанды ішкі жан дүниемізге, түйсігімізге, жүрегімізге енгізуіміз керек. Жүрекке енгізу керек бізді. Ал жүрекке қалай енгіземіз? Жүрекке қалай енеді? Жүрек ашық болғанда енеді да. Если жүрегің толып тұрса, обидаға, өкпе ренішке, ашуға, кекке, түсініспеушілікке толып тұрса, ол сен 1000 жерден психологқа бар, 1000 жерден мотивация ал, миллиондап пачкалап, қанша ақша құрт, сен ішкі жан дүниеңмен жұмыс жасамай, оның барлық результат бермейді екен да. Балам, сен шілес деп кеткен жоқсың ба? Біздің әлі үй қызметшіміз жоқ қой. Пока что өзім служанкамын ғой. Домработница алғанша өте жақсы көремін сені. Жақсы көремін сені. Мен сөйтіп әзілдеймін ғой. Айналайындар, пока үй қызметшісін алғанша өзім жинай тұрайын. Пока үй қызметшісін алғанша көмектесіңдер дұршы. Айттық қой, әр сөзімізге Алла тағала береді деп. Шынымен беретін шығар, білмейміз ғой. 6 айлық баламен бесікпен Мальдивке барып келген, чудо істеп келген адамнан, мынау тұрған домработница жалдай салып не тұрады Алла тағалаға, дұрыс па? Барлығы можно, барлығы болады. Главное, сіздер сенсеңіздер болды. Если сенбесеңіздер, жаңағыда жүректеріңізді құлттап қойып, бүкіл нәрсені миыңызға сақтай берсеңіздер, бекерге өзіңізге қастық істеп, бекерге өз уақыттарыңызды жоғалтып жатсыздар да. Мен сіздермен сөйлесіп отырып, 1, 2, 3. Балам тағы да леген әп келесің ғой деймін. Ол жыратып отырып құртып тастадым. Мен сіздерге бақыт тілеймін, мен сіздерге мол ризық, табыс тілеймін. Мен сіздердің әр қайсыларыңыздың шаңырақтарыңызда сәбидің шаттық күлкісі, сәбидің шадыман күлкісі шыққанын қалаймын. Мен сіздерге шын жүрекпен табыстарыңыздың, адал табыстарыңыздың артып, шаңырақтарыңызға жақсы келіндер келуін қалаймын. Жақсы күйеу балдар келуін қалаймын. Алла разылығы үшін сіздердің жолдастарыңыздың табысы өсіп, қызметте өскенін қалаймын. Әр қайсыларыңыздың астыларыңызда Lexus 600 шығып кетті қазір, Range Rover мынандай ғой, әр қайсыларыңыздың астыларыңызға Land Cruiser 300 мінгендеріңізді қалаймын. Әр қайсыларыңыз, білесіздер ма, мен Катарға барған кезде, Катарда үлкен торговый домда Gucci'дің қарап отырсаңыздар күлкілі, денем тітіркеніп кетеді сіздерге айтып отырып ше, Алла тағала қалай, қараңыздаршы, мен әшейін отырмын ғой, осы жалбырап, албырап, орамал қисайып естіп отырмын да. Прикиньте, Катарға барып, қымбат байлар жүретін жерлерде Gucci'ға кіріп, сол Gucci'дің заттарын ұстап көріп, ана примеркаға барып, Gucci'дің киімдерін киіп та,
ойлашы, адам сенбейді ғой, иә. Мен бірақ соны жасадым да, Алла тағала маған жасатқызды да, соны киіп көрдім да. Ну что сатып алмасам да, зато мен киіп көрдім. Оригинал киімнің қандай екенін көрдім да. И сол Гуччидің примерочныйында бір бос емес екен примерочный, соған киімді алып киіп көрейін десем, бір апа шығып келатыр. Бір жасы ойбай қаншада? Жасы примерно бір 65-70-ке таяған-ау деймін. Вот сол кісі шығып келатыр да. Блатная енді. Оңғасына менен айттым, баламен әбіржіп жүрмін. Сөйтіп маған қарады да. Қазақсың ба деді да. Қазақша сөйлеп тұр ғой, шет елде. Мен ойладым бірандай. Германия сояқтың бір современный да апа. Ақшылдау, аққұба келген, әдемше келген апа. И мен балапан маған леген әкеп берші жаным. Аққұбаша келген әдем, современный апа да, модница. Қазақсың ба деді да. Мен ойбай, қазақ я дедім да, апа қазақ деп ойлап қойған жоқпын. Сөйтіп қалай деймін да, 70 жасында апа Гуччиден киініп жүр да, қазақ. Қандай күшті, я бізде сондай жасқа жете берейік. Сондай жасымызда леген, сондай жасымызда леген мынандай, сондай жасымызда бізде Гуччидан брендтерден киіне берейік, я примерочныйды бермей да, мысалға кісі болып, крутая болып, гламурная болып. И сөйтіп мен ана шоковый состояниедемін, оны апаны көріп та, енді бізде апалар әшенінде современный болып жүрмейді да ғой енді. Сөйтіп шықсам, сыртқа шықсам, күйеуім бір кісімен, атамен сөйлесіп тұр. Сөйтсем жаңа кісінің ойладым енді өзім, сол кісінің жолдасы ау деп та, атасы, сол кісінің күйеуі деп ойладым да. Күйеуім айтам ғой, мә бірай, жаңа примерка кірген кезде бір апа шықты. Гуччидің жаңағы шалбарын киіп алған, белдігін жаңағы продавщица жаңағы апаға белдік тағып жатыр да, Гуччидің. Мә абырай, мен де сөйткім келеді. Өтініш маған әкеліп жүрші. Жібересің ғой чекенді. Көп қой чекен. Өтініш Алла разы болсын, әкеліп берші. Жоқ, Катар мемлекетінде үлкен торговый домдар бар, брендтердің киім сататын жер. Сол жерде, өзіңіз ойлаңыз, сол жерде. Мен соны көріп тұрмын. Значит, Алла тағала бізге көрсетіп тұр. Значит, мен де сондай болғам. Бірақ менде таңдау бар да. 70 жасында мен Гуччидің сумкасын, киімін кигенше, мен соны қазір 33-тен ба, давай 35 жасында киіші деп ойландым да. 35 жасында сондай бір брендовый магазинге барып, 35 жасында киіші, мен сондай күшті болу үшін 70 жасында күтуім керек па деген не да. Сізде таңдау бар да. От силу ары кеткенде 40 жасыма келгенде сондай жерлерден киінейінші, Аллах тағалам деп сұрауымызға болады да. Біз қартайған шағымызда кимейді. Түсініп тұрсыздар ма мен айтқанымды? Күшті нәрселер ғой. Жоқ жаным, Катардың қазағы емес. Қазақстанның қазағы да турист сояға барып киініп жатыр да. Иә. Жақсы, рахмет, Алла разы болсын. Мен алтын уақыттарыңызды қиып, маған көңіл бөлгендеріңізге, мен жаңа сіздерге не үшін тіледім? Себебі кімге не тілесең, өзіңе не тілесең, сол айналаңдағы адамдарға да тіле дейді да. Себебі сен адамдарға тілеу арқылы соны өзіңе де автоматым шақырасың да. Сол үшін айналаларыңызға нұрларыңыз шашып жүріңіздер. Орамалымды түсіп, ипотекам шығып кетті ғой. Рахмет, Алла разы болсын сіздерге. Қимай қалдым ғой, қимай. Қимаймын, дүниеге сенсіз сыймаймын деген өлең бар ғой. Соны айтып жүрейін ба? Әнімді саған қимаймын, дүниеге сенсіз сыймаймын. Әнімді саған қандай еді? Сыйлайын бола ма, арнайын бола ма? Қуды, короче, айдана соңғы жағында. Тағы бір мақал айтып жүрейін сонымен.
Иә, папам сабағын көріңіздер, парақшаларыңызға бөлісіңіздер. Мен папамның көзіндегі отты көріп ше, Аллахым қандай күштісің. Аллахым қандай күштісің деймін да. Мен арқылы, мен папамның сондай дарын танытуына себепшімін ғой да. И папамның жаңағыда көзіндегі отты көріп, Аллахым мені соған себепші қылғаныңа сансыз шүкір айтам да. Қыздар, папам маған мынандай бата берді. Ой, папам маған мынандай бата берді ғой, айтайын ба? Қараңыздаршы. Кәс, қақты дей, папамның батасы. Папам батасын шығарайын сіздерге. Кәс көрсетем. Кәс көрсетем. Қарсаңыздаршы. Қарсаңыздаршы. Мынау фотом қалай тұрып қалды, былай қояйыншы. Қараңыздаршы. Дұрыс қой, мен WhatsAppқа шығып кеттім да, WhatsAppтан шығып папаның несін қараңыздаршы. Әрбір қызға осылай әкесі бата беріп отса, нұр үстіне нұр ғой. Әкенің батасы ол материалдық байлық, әкенің батасы ол рух, әкенің батасы ол сенімділік қой. Қараңыздаршы. Папаның берген батасы. Әкесі жоқ кісілер, мені әкемнің батасын өзіңіздің әкеңіз деп қабылдап, солай неғысаңыздар болады. Мен сіздерді бір мақтанып, немесе бір іштеріңізді күйдіру мақсатында емес, просто әкенің батасының маңыздылығын айтқым келіп отыр да сіздерге. Жақсы, онда Алла разы болсын. Мен қолым бәрі құрт сіздермен бірге болғаныма, пайдалы ақпаратпен бөліскеніме, Алла сансыз сауаптардан жазсын. Мені сіздердің өзгерулеріңізге себепші етсін. Мүмкін болса, жақсы комментарий қалдырыңыздар. YouTube каналыма жазылыңыздар. Қолдап жүріңіздер. Әке өсиеті деген. Алла разы болсын барлықтарыңызға.